Шан Ахмадиев. Заманауи жырау. Тек қазақтың балалары тәшкі сүйрейді базарларда. Тек қазақтар еш үмітсіз атырады азандарды. Сасып болған бөлтірікпен бөрілерден тазармады. Тек қазақтар не істеп қазақ мазаңдалды. Тек қазақтың арулары көрсетіп жүр көтендерін. Бабалардың өсиеті осылайша өтелмеді. Бір жапырақ бикиниді іліп алып мис атанды. Намыстан ба қазақпыз ғой әлде досым бөтенбедің. Қазақпыз ғой тепкілейміз, тонаймыз біз ардагерді. Ол ардагер біздер үшін отқа түсті қорғап елді. Дәл осындай түйсігі жоқ мал шошқалар көбеюде. Қазақ ұлтын ятты етті, мұндай сұмдық болмап еді. Тек қазақта ақшасы бар бөлтіріктің бәрі би. Оған мысал қатын үшін қанын төккен әліби. Кәсіпкердің тоқалымен ойнас болып ойланбай, таяқ жеді, шу көтерді, басын алып қойғандай. Қазақпыз ғой таяқ жеген әлібиді аяп жаттық. Кәсіпкерді жауыз дедік, оған қарап бояу жақтық. Өз басына бәле тапқан Альфонсты қаһарманға тілек айтып марапаттап ол жігітке медаль тақтық. Уақыт өте әңгіменің ақиқаты анықталды. Әлібидің әкесі де ақша жинап байып қалды. Құлағынан айырылған сұлу жігіт сап-сау екен. Бұл туралы интернеттің тілшілері жайып салды. Қазақпыз ғой қан төкпейік, қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой қан төкпейік, қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой шенеуніктің ойлайтынын халық қамы. Әкімдер де қаламызға мұз салудан жалықпады. Бір қызығы бітпей жатып құлап қалды көпірлері. Қанша байқұс қаза тапты, оған ешкім өкінбеді. Тек қазақтар тендерменен ұтып алады құрылысты. Пара беріп бір-бірінің шайнағанын жұлып ішті. Шенеунік пен компанияның басшылығы мәз болып жатса, мосқылады, зардап шекті қарапайым құрылысшы. Тек қазақтар көлігімен, мансабымен мақтанады. Бес намазды оқымай-ақ жұмаменен атталады. Жетімдерге жеті тиын бере алмаған қайран қазақ той жасаудан жарысады, озып кетсе шаттанады. Тек қазақтар опасызда өртеп алып базарларын. Әдемі үйін кім өртеді, оны ешкім таба алмады. Бабалардың жоңғарлардан сақтап қалған қара жерін бөле салмай әлек болды басшылығы базарлардың. Қазақпыз ғой қан төкпейік, қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қазақпыз ғой қан төкпейік, қазақтықты сақтайық. Қазақпыз ғой күнә жасап арымыздан аспайық. Бөтендердің алдында біз көлденеңнен жатпайық. Ол қазақтар қаза болмай жаңа заман бастайық. Қасықтың ачағына барайын еді, жаласа жесең қасықты дұрта.